Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бөдененің еті де жұмыртқасы да денсаулыққа өте пайдалы. Бөдененің жұмыртқасы сан түрлі ауруларға таптырмас ем ғана емес, соған қоса адамның иммунитетін арттыратын қасиеті бар екен. Оның жұмыртқасы өте бағалы диеталық өнім. Бұлшық ет жүйесі мен сүйектерді қатайтады, қан қысымын төмендетіп, жүрек, бүйрек, өкпе, асқазан ауруларын емдеуге көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы сан түрлі ауруға таптырмас ем. Елімізде бұл құсты баптаушылар көбейіп келеді. Құстардың қалыпты дене қызулары 42 градус болғандықтан, оның сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы қабілеті жоғары. Сондықтан оның жұмыртқасын шикідей жұту өте пайдалы, оны әрдайым тұтынған адамның иммунитеті артып, жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысы жақсарады. Сондай-ақ бөдене еті мен жұмыртқалары адам ағзасынан радиацияны да шығарады екен. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин қандағы холестеринді төмендететін көрінеді. Сондай-ақ бөдене еті мен жұмыртқалары адам ағзасынан радиацияны да шығарады екен. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин қандағы холестеринді төмендететін көрінеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның жыныстық қуаты артады. Бөдененің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оның сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шикідей жұту өте пайдалы. Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері оның еті мен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Тіпті Жапонияда мектеп оқушысының таңертеңгі ас мәзіріне бөдененің 2 жұмыртқасы міндетті түрде енгізіледі екен. Бұл балаларды бөртпе мен диатезден құтқарады. Сондай-ақ баланың ойлау қабілетін арттырады. Жалпы бөдене жұмыртқасы анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенмен тұмауға, асқазан, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем. Тіпті жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен айығатынын дәлелдеген көрінеді. Бөдене жұмыртқаларын кастрюльге салыңыз және бөдене жұмыртқаларын аз мөлшерде жауып тұратындай етіп ыстық немесе суық сумен жабыңыз. Бөдене жұмыртқасы бар табаны отқа салыңыз, қатты пісіріңіз, қайнағаннан кейін 5 минуттан соң 1-2 жұмсақ қайнатылады. Бөдене жұмыртқасының табасынан қайнаған суды ағызып алыңыз. Жұмыртқаны тез суыту үшін табаға салқын су құйыңыз. 1 минуттан кейін суық суды ағызып, бөдене жұмыртқаларын тазалаңыз. Міне бөдене еті де жұмыртқасы да пайдалы екенін білдік. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе пен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жасартатын қасиетке ие, бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында ең қат өнім саналады. Сонымен қатар жұмыртқаның ашылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа, болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа, ол ағзаға аса қажетіміз фтор, күкірт,
кремий, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін, жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шикідей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатчанов ақпарат құралдарының біріне берген сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатынын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа да елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шикілей қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп езбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы, бәрінен пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Тоқ етері, бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанша сатып алуына мүмкіндігі бар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.